Сәлем достар, бүгін сіздерге сүзбеден жасалынатын сырникидің рецептісін ұсынамын. Бұл рецептпен сырники өте жұмсақ және де жақсы көтеріліп шығады. Және ең бастысы ұнсыз жасалынады. Керекті ингредиенттің барлығы видеоның описаниясына жазылған. Міндетті түрде каналға жазылып қойыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бірге жасайық. Сырники жақсы көтеріліп шығу үшін және де бірігуі үшін сіздің сүзбеңіз құрғақ болуы керек. Егер де сүзбеңіз ылғалды болған жағдайда алдын ала марліге салып суын ағызып алу керек болады. Менде үй творогы, үй сүзбесі, оған қантты қосамыз, манка ұнтағын қосамыз. Және де бір жұмыртқаны қосып, бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Шанышқының көмегімен араластырсаңыздар да болады. Біз массамызды бір келкі болғанша араластырып алдық. Массаның консистенциясы қолға жабыспайтындай, өзінің формасын жақсы ұстайтын болу керек. Видеодан көріп отырғандай түрде болу керек. Және де біздің манкамыз өзінің іске ену үшін 10-15 минутқа демалдыруға қойып қоямыз массаны. Жұмыс жасайтын доскамызды және де пышағымызды дайындап аламыз. Құрғақ болу керек бұл заттарымыз. Және де оған ұн сеуіп, ұнның көмегімен сырникидің формасын жасайтын боламыз. Массаның бір бөлігін алып, шұжық тәрізді етіп формаға келтіреміз. Және де бұл формадан бірдей етіп дөңгелектерге кесетін боламыз. Бір келкі етіп кесіп алдық, және де бұл дөңгелектерді ұнның пышақтың көмегімен домалақ етіп бірдей қылып жасайтын боламыз. Яғни шет-шетін пышақтың жанымен бірдей етіп дөңгелету керек видеодағыдай, және де үстін кішкене басып формаға енгіземіз. Қалған массамен де дәл солай жасаймыз. Дәл осылай сырникиімізді алдын ала дайындап алатын боламыз. Сырникиді ары қарай пісіретін табамызды дайындаймыз. Табамыз құрғақ болу керек. Оған сұйық майымызды құйып, жай отта қыздыратын боламыз. Дайын сырникиімізді саламыз. Және де қызарғанша күтетін боламыз. Асты жай болу керек. Міндетті түрде, әйтпесе ортасы піспей қалуы мүмкін. Бір жағы қызарды бізде, енді дәл солай екінші жағын қызарғанша пісіретін боламыз. Біздің сырникиіміз дайын болды. Сырникиді жемістермен және де қант ұнтағын бетіне сеуіп ұсынсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.